Сәлеметсіңдер ме, құрметті 3-ші сынып оқушылары. Жаратылыстану пәні. Сабақтың тақырыбы магниттік қасиеттер. Магниттің екі полюсы бар. Солтүстік полюс және оңтүстік полюс. Шабуыл, шабуыл, шабуыл. Екі магниттің қарсы полюстері әрқашан бір-бірін тартады. Тебеді. Екі магниттің бірдей полюстері әрдайым бір-бірін тебеді. Балалар, оқулығымыздың 74-ші бетіндегі суретке назар аударайық. Магниттік қасиеттер. Металдарды магниттеуді үйренесің. Магнит туралы не білеміз, балалар? Суреттерге қарап, магнит туралы не білетіндеріңді айтып көріңдер. Магниттер неге жабысады, балалар? Дұрыс айтасыңдар, темірге жабысады екен, балалар? Магниттің солтүстік және оңтүстік полюстері болады. Солтүстік полюсы N әріпімен белгілеп көк түспен бояйды. Оңтүстік полюсы S әріпімен белгілеп қызыл түспен бояйды. Полюсы бірдей магниттер бір-біріне жақындаса тебіледі. Ал полюстері әртүрлі магниттер бір-біріне тартылады екен, балалар. Балалар, оқулығымыздың 75-ші бетіндегі суретке назар аударайық. Зертте, заттар магниттік қасиетке ие болу үшін не істеу керек? Монетаны, мыс сымның бөлігін, алюминий, қасықты немесе күміс әшекейлерді магниттеп көр. Қандай металдар? Да, осындай қасиет бар екен, балалар. Қайшыны магнитке үйкеу керек. Басқа заттарды магниттеуге болады ма, балалар? Естеріңе сақтаңдар, құрамында темірі бар заттар ғана жақсы магниттеледі. Сен білесің бе, біздің ғаламшарларымыздың қойнауында темір мол. Сондықтан да ғаламшарлардың магниттік қасиеті күшті, тіпті жерді өте үлкен магниттеуге болады. Адамдар көкжиек тұстарын анықтау үшін компасты қолданған. Ал жер магниті солтүстік және оңтүстік полюстерді көрсетеді. Мәліметтер береді. Электромагниттер сондай-ақ дауыс зорайтқышының негізі ретінде қолданылады. Олар конусты алға және артқа қозғалту арқылы ауаны айдап, сол арқылы электр сигналдарын дыбыс толқындарына айналдыра отырып, дыбыс пен әуен шығарады. Жалпы алғанда жер де магнит болып табылады. Өйткені оның темірден түзілген ядросы бар. Ол жердің солтүстік және оңтүстік полюстерін құрайды. Компастар жердің магнит өрісіне қатысты тураланады. Сол арқылы біз үйге баратын жолды табамыз. Балалар, бүгінгі сабақты қорытындылау мақсатында мен сендерге
мына бір сұрақты қойғым келеді. Бұрағыштар мен қысқыштарды не үшін магниттейді? Өзіміз ойланып, жауап беріп көрейікші. Үйге тапсырма балалар. 74-75 бетті оқу, мазмұндау, қосымша мәліметтер іздеп келу.